Сәлем достар, сендермен бірге мен Жастария. Бүгінгі влогта мен тек қана қазақша бір апта бойы сөйлейтін боламын. Камераға таза қазақша сөйлеген өте қиын. Орысша сөздер кетіп қалады арасында, сондықтан болмаған челлендж болайын деп тұр. Осыдан 2 жыл бұрын менің арнамда тек қана қазақша деген влог шыққан тұғын. Жақсы қаралым жинады. Әрине мен үшін жақсы қаралым. Бұндай форматты видео тағы да көп қаралым жинайды деген үмітпен осы видеоны түсіріп отырмын. Жалпы менің арнамды 84% Ресейден қарайды, сондықтан менің видеоларым тек қана орысша. Қазақ аудиторияны көбейту үшін қазақша видео түсіріп жатырмын, сондықтан бағалап кетіңіздер, қолдап кетіңіздер лайкпен, арнама тіркеліңіздер. Осы видеоны бастаймыз. Және мен субтитр жасауға қолым тисе, субтитр қосамын, болмаса өкініші орай. Сондықтан кеттік. Тамам. Қызын бірінші классқа дайындап жатқандай. Кейбір түсіп жатқанына қарағанда көктемнің жылы лебі шың төсінде еркін шаппи бастаған көруге болады. Тақшы тұлжақ бар. Сырт қарағанда тасынан кеуделі сақшыны жақсы бар деп қауға болады. Найзағай көрініп қалады. Бір кезде сақшы селт ете қалады. Оның алдыңғы аяғы Ақыныңа аманат ән күйлерге, білесің мынау керім шақтарыңды. Әулие өлке, көгінде қалқып барам, әлгеге бер әлгеге, балқып барам. Мне за это должны платить, не знаю. Түрмесі видеоға. Түрмесі. Ескертіп қойын, шошымаңыздар. Сабақтан келдім, 4 сағат ұйықтап алдым, тамағымды жеп алдым, суға түсіп алдым. Енді шамалы сабақ жасай тұрамын да, ауылға қайтам. Шашымның түбін нығайтатын сусабыммен шашымды жудым, бірақ дәсерде түсіп жатыр. Неге мен шашым түсе береді? Мен алдыңғы жылда шашымды сол үшін де қиған болатынмын. Шашым тараған кезде осындай клубок шаш шықты да, жаман шошып кеттім. Соң қой құрсын қию керек дедім да, қидым. Бірақ қазір мен қиғым келмейді. Мен шашымды өсіргім келеді, сондықтан не істеуге болады, мен білмеймін. Комментарияға жазып кетесіңдер ма? Мен киініп алдым қайттан. Қазір ауылға барам. Шамамен 1 сағатта жетем шығар. Жексенбі күні мен бүкіл аптаның сабақтарын жасап тастадым. Бүгін болған сабақтарды жасап тастадым. Сол күшті лайфхак сендерге. Өмірлеріңді жеңілдетесіңдер. Шашым шамалы болса да кепті, енді далаға шығуға болады. Кеттік. Влогыма түсесіңдер. Плюс 2 подписчика. Спасибо. Тамақ пісіріп, тамақ жеп алдық та. Қазір мен мына кітапты оқып бастаймын дегенде неше қашан бастадым? 1 апта бұрын бастадым, уже 1-ші бөлімін бітірдім. Автостопом по галактике деген кітаптың неше 5 бөлімі бар екен. Мына кітапта тек 2 бөлімі бар екен, басқа 3 бөлімі басқа кітапта. Мен оны білмедім, енді біліп жатырмын. 1-ші бөлімін бітірдім, автостопом по галактике, 2-ші бөлім ресторан у конца вселенной. Сол 2-ші бөлімін бастаймын, мына кітапты уже бітірдім деп санауға болады. Абай жолын оқымай, мына кітапты оқығанды қараш. Біздің мектепте Абай жолын оқыңдар деп жатыр. Оған қарамастан біздің ағай конкурс жасап жатыр. Абайдың қара сөздерін оқып сыйлық аласыңдар дейміз. Бір айда Абай жолын, Абайдың қара сөздерін оқып бітіру керек.
Дауыс кісілер кім? Дамир. жоқ десе өз сөзіңізді жүргізгенде ақыл осыған болады. Енді мұнан басқа ешбір жұмыс. Молда медресе сақтап дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат әсем де соларда. Осы елдің үнем қылып жүргені немене? Екі нәрсе, әуелі ұрлық. Ұрлықпен мал табам деп жүрмін. Бізде сабақ басталды. Қалай келді? Ой. Адамзат. Оларда адамзат ойнайды. Адамзат. Стоп. Адамзат. А мен діни тарих жазып жатырмын. Я не знаю, Алтынай сейчас снимает влоги или нет. Өзінше отлично. Это Ахмет Алтынай. Мынау достар областной ағылшыны. И бұл городской. What king of music do you like? Kind. Like. People supplement. Ой, менде қазақша блог. Менде қазақша блог. Қазақша сөйлейміз тек. Сәлем достар. Бетіспе шықты. Амина, давай бір-екі сөз айтшы. Блогқа ма? Иә, қазақша. Сем сәлем. Қазақша. Барлығына сәлем достар. Мен Ахмет Алтынайдың блогындамын. Just Ария ғой, да? Иә. Just Ария каналына сәлем. Менің түрімді каждый влогында көресіңдер. Все. Қазақ болып тумағанда не теремін. Олай, бақыт таппай өтерем деп. Қазақ болып туғанда не теремін. Сүйгім болды осы өлеңді айтып жүр. Мынау менің қазір бітіру керек үй жұмыстарым. 7-8. Маған қызық болып тұр, неше сағатта мен 8 сағатты жасап бастаймын. Кеттік, бастаймыз. Бізге географиядан Азияның бүкіл елдерінің астанасын жаттауға берген, және мынау Европа. Европаны мен жаттап айтып болдым, бірақ Азияны жаттай алмай жүрмін. Мама, болдым. 2 сағат отырдым. Бүкіл 8 сабақты жазып болдым. Шаршап бұтышым шығып жатыр. Сағат 4-те бастадым, қазір сағат 6-дан кетті. Орнымнан тұрмай 2 сағат бір партада отырдым. Шаршадым. Қазір жатам. Демалам. Кімде мен сияқты өз-өзін аямай сабақ оқиды, лайк басуға міндеттісіңдер. Не жазам? Ерекшеліктері. Бәр шекер тұрып қараш, саған сен бәрі ұқыт олмайсың. Айтнур деп тұрғыз отыр. Мне сегодня Дастан говорил, что во сне Айтнур до города. Дастан, привет. Что он говорил? Ничего, білмеймін. Біздің классқа қайтып келді дейді. Бізде сабақ бітті. Папаларды күтіп отырық, машинаны күтіп. География жаттап жатырмын. Біз Европа жаттадық. Ол кезде сникерс берді. Бірақ Азияға берген жоқ, поэтому мен жаттай алмай жатырмын. 18-ші елге дейін жаттадым, сен менен сұрайсың. Давай. Мә. Сұрап қалған қараш. Капец. Тебе точно 16 лет? Лаос. Қазір Лаос. Виентян. Брунейдің астанасы. Бруней. Ту ұзақ астанамын. БСБ. Бандар Сери Бегаван. Бандар Сери Бегаван. Ту. БСБ дұрыс қой, Бандар Сери Бегаван. Сәлем достар, бүгін жұма. Мен бүгін сабаққа бармадым. Кешке қарай кәдімгідей ауырып, өзімді жайсыз сезініп, келесі күні сабаққа бармаймын деп шештім. Кәдімгідей күштілетіп ұйқымды қандырып алдым, суға түсіп алдым, үйді жинадым, бірнеше шаруаны бітіріп тастағанмын. 2 демалыс бойы бос болам, 2 демалыс бойы демалам. Кекілімді қиып үлгердім. Шашым кепсін, сосын дұрыстап көрсетем. Керемет, маған ұнайды. Мен қазір
Қазақстан тарихтан конспект жазам. Бүгін бізде информатикадан тоже көп сабақ өттік. Ол 3-4 тақырып өттік, соның бүкілін жазу керек, енді дәптерге бүкілін көшіру керек. Сендер түсінсін деп көрсетіп жатырмын, қаншама бет бар әлі көшіретін. Еще информатика бар, мынаны бүкілін жазып алу керек енді. Осымен бұл влог бітеді. Осы апта өте продуктивно өтті. 10-шы сынып оқушысының сабағы қалай өтетінін көрдіңіздер, қалай сабақ оқимын. Сіздерге ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер, арнама тіркеліп, жаңа влогты күтіңіздер. Сау бол!